Қылмыстық кодекстің 366 бабына сәйкес сот судьялары мен құқық қорғау органдарының қызметкерлері пара алған жағдайда оларға қатысты бас бостандығынан айыру мерзімі 5 жылдан 6 жылға дейін ұлғайтылды. Нұрлан Жахиннің айтуынша санкциялардың күшеюі онша маңызды емес сияқты көрінуі мүмкін, бірақ заңдық салдары айтарлықтай ауыр дейді ол. Законом енді қарапайым параны құқық қорғау органының қызметкері немесе судья алса, ол бұған дейінгі заң бойынша орташа ауырлықтағы қылмыс емес, сыбайлас жемқорлықтың ауыр қылмысы болып саналатын болады. Демек, біріншіден бұл адамдар шартты түрде мерзімінен бұрын босату мүмкіндігінен айырылады. Екіншіден, олар үшін жазаны қоныс колонияларында бірден өтеу мүмкіндігі жойылады. Егер бұрын қылмыстық кодекстің 367 бабының екінші бөлігі қомақты мөлшерде пара беру бойынша қылмыс жасаған үшін ең жоғары жаза 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру болса, заңға енгізілген өзгертулерге сәйкес жазаның жоғары шегі 7 жылға дейін ұлғайтылды. Бұл ауыр заң бұзушылық санатына жатып, қылмыскер мерзімінен бұрын жасап шығу құқығынан айырылады. Заңдарды түсіндіру іс-шарасына қатысқан облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің басшысы колониядағы ахуалды таныстырып өтті. Оның сөзінше, соңғы 2 жылда түзету мекемесінде сыбайлас жемқорлыққа қатысты фактілер тіркелмеген. Наши сотрудники ежедневно видят. Біздің қызметкерлер сотталғандар қандай күйде жүретінін біледі. Күнде жазасын өтеушілермен бірге жұмыс істеп, заң бұзушылық жасау қандай жазаға әкеп соғатынын түсінеді. Меніңше, бұл өте мықты профилактикалық жұмыс. Десе де, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметпен қоса өзімізде қызметкерлерді жинап, профилактикалық жұмыстар жүргізудеміз. Мекемеде алдағы уақытта да заң бұзушылық болмауын қамтамасыз етеміз. Бұдан былай мемлекеттік қызметкерлерге, депутаттарға, судьяларға шетелдік банктерде шоттар ашуға және иелік етуге тыйым салынады. Осы түзетулер енгізілгенде ел мен халық мүддесіне қызмет ету идеологиясы басты назарға алынды. Енді мемлекеттік қызметшілерді лауазымға тағайындағаннан кейін оларға шетелдік шоттарды жабуға 6 ай мерзім беріледі. Былтыр жемқорлыққа қарсы заңнамаға өзгертулер, жаңашылықтар енгізу бойынша 3 заңнамалық актілердің бастамасы пакеті енгізілді. Солардың барлығы қазір күшіне енді. Олардың ең соңғылары ол жаңа мерзімінен бұрын бостандыққа шығару мәселелері шарт түрде. Сонымен қатар құқық қорғау органдары мен сот қызметкерлеріне байланысты жасаған жемқорлық қылмыстары үшін жауапкершілікті күшейту мәселелері. Сондықтан да осы жаңашылдықтарды қоғамға және де құқық қорғау органдары қызметкерлер арасында кең түрде насихат жұмыстарын, түсіндіру жұмыстарын жүргізу мақсатымен біз қазір уақытта осындай бүгін кездесу ұйымдастырылды. Соңғы 2 жылда сыбайлас жемқорлыққа қатысты іс-қимыл қызметі пара беру мен алудың 480 фактісін анықтады. Солтүстік Қазақстан облысында 2020 жылы 17 адам сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін сотталған. Оның ішінде 12 адамға 96 миллион теңге көлемінде айыппұл салынды. Алина Сабырқызы, Азамат Елубаев, Первый Северный телеарнасы.